Қазан мен сағат 5-те жолға шықтық. Машинамен кіруге очередь көп екен. Ең алдымен қалтамыздағы 100 000 теңгені сомға айырбастап алдық. Сомға шаққанда 2.770.000 сом болды. Қазақстан мен Ташкент арасындағы шекара шамамен 100 метрді құрайды. Олай-бұлай Ташкентке де кірдік. Таңғы сәресімізді Ақсарайдан самса жеумен аштық. Самса 5 адамға чегіміз 117.000 сом болды. Самсадан шығып Башняға кірдік. Башняға кіру адам басына вход 50.000 сомды құрайды екен. Теңгемен шаққанда 1800 теңге. Башняның кіреберісі осындай кішігірім музей. Башнядан Ташкент осындай алақандағыдай көрінеді екен. Башнядан шығып зоопаркке кірдік. Зоопаркке вход адам басына 40.000 сом, яғни 1500 теңге. Зоопаркте неше түрлі балықтар, одан қалды тасбақалар, майда-майда балықтар, арыстан дейсің бе, аю дейсің бе, даже піл де бар екен. Түйені де көріп қайттық. Зоопаркте ұнағаны маған осы жасыл көрініс болды. Зоопарктен шығып Бешқазанға кірдік. Бешқазанда осындай үлкен 4 қазан бар екен. Әр қазанға 80 қаптан күріш пісіріледі екен. Іші осындай ғұжынаған адамдар. Бір тарелка палау, яғни бір адамға 46.000 сом, яғни 1100 теңге болады екен. Бешқазандағы общий суммамыз 276.000 сом болды. Бешқазаннан шығып метроға бардық. Метроға кіру вход 75 теңге болды. Жорсудан түсіп, базарын аралап, одан Ташкенттің көшесін жаяу араладық. Ташкентте осындай биік-биік ғимараттар, өте әдемі көріністер өте көп екен. Бізге қатты ұнады. Көшені жаяу сызып, Жұлдыздар музейіне келдік. Вход тегін, бірақ восковых фигурға вход 50.000 сом адам басына. Бұл жерде барлық әлемге әйгілі атақты адамдар, ел билеушілері барлығы бар. Қолыңды тегізіп көріп едім. Кәдімгі тірі адам сияқты влажный пластилиннен жасалған осындай ерекше мүсіндер. Сезім керек екенін жалғыз болсаң ғана білесің. Бағала өмірді, бағала мәңгі деп салма. Бұл саяхат. Жұлдыздар музейінің жанында Ташкент Сити орналасқан. Ташкент Ситидің алдынан қаланың көрінісі осылай көрінеді. Неше түрлі отражениемен осындай көріністер жасап қойған. Ташкент Ситиге вход тегін. Іші өте керемет, осындай кішігірім көлдер, неше түрлі әдемі ағаштар, іші жап-жасыл, одан бөлек осындай тающий фонтан болды, одан бөлек аттракциондар бар. Ташкент Ситиден шығып Magic Cityге келдік. Былайша айтқанда Disneyland. Іші осындай керемет ертегідегідей әп-әдемі, көрінісі көзге де жағымды, ішінде адамдар өте көп болды. Magic Cityге де вход тегін. Осындай неше түрлі локациялармен суретке түсіп, неше түрлі картиналар жасап алуға болады. Осылайша біз бір күнге Ташкентке 5 адамға бар жоғы 100.000 теңге кетті. Яғни адам басына шаққанда небәрі 20.000 теңге. Есесіне осылай Ташкентте бала шағамызбен көңіл көтеріп, керемет қыдырып қайттық.